Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы химиялық элементтер және олардың қасиеттері. Сабақтың жоспары кіріспе химиялық элементтердің анықтамасы, элементтердің қасиеттері, жіктелу, физикалық, химиялық қасиеттері, элементтердің қолдануы, қауіпсіздік ережелер, ойын және кері байланыс, қорытынды. Сабақтың мақсаты химиялық элементтердің ұғымын түсіндіру, элементтердің периодтық жүйеде орнымен таныстыру, металдар мен бейметалдардың қасиеттерін салыстыру, элементті тану арқылы логикалық ойлау мен қызығушылықтарыңызды арттыру болып табылады. Кіріспе. Химиялық элемент дегеніміз не? Ядро зарядында бірдей атомдардың жиынтығы, әр элементтің өзінің таңбасы, атомдық номері, қасиеттері бар. Қазіргі таңда 118 химиялық элемент белгілі. 1869 жылы Менделеев химиялық элементтердің периодтық жүйесін жасап, олардың қасиеттерінің қайталанып отыратынын дәлелдеген болатын. Мынау біздің қазіргі таңдағы периодтық жүйеміз. Химиялық элемент ұғымы. Химиялық элемент ядросында протон саны бірдей атомдардың жиынтығы, әрбір элементтің өзінің химиялық таңбасы болады. Мысалы H сутек, N азот деген сияқты, O оттек деген сияқты кете береді. Әрбір элементтердің қасиеті атомдық құрылысына, яғни электрон саны мен орналасуына байланысты өзгеріп отырады. Элементтердің атомдарына қосылып, жай және күрделі зат деп түзіледі. Жай зат дегендеріміз ол сутек, оттек деген сияқты, ал күрделі зат дегеніміз екі элементтен немесе көп элементтерден тұратын күрделі зат. Оған мысал ретінде кәдімгі ішіп жүрген суымызды келтірсек болады. Мысалы, мына жерде H2-ге O2-ні қосқан кезде H2O, яғни су түзілген болатын. Темір сульфидінде, мысалы, темір мен күкіртті қосқан кезде темір сульфиді түзіледі. Табиғатта химиялық элементтер жай зат ретінде кездеседі. Оның мысал ретінде алтын, күміс, қосылыстар ретінде мыс, тұздар кездеседі. Химиялық элемент барлық заттардың негізі, әр заттың қасиеті және құрамында элементке тәуелді болып табылады. Химиялық элементтердің қасиеттері. Біріншісі физикалық қасиеттер. Физикалық қасиеттерде не кіреді? Агрегаттық күй, қатты, сұйық, газ, түсі мен жылтырлығы, иісі мен балқу температурасы, электр және жылу өткізгіштігі. Мысалдарға келетін болсақ, темір бізде қатты, сұр түсті және жылтыр металл. Сутек түссіз, иіссіз газ. Күкірт сары түсті морт зат. Ал екіншісі химиялық қасиеттері. Басқа элементтердің қосылу түзілуі, реакция түсу белсенділігі, қышқылдар мен негіздерінің оттекпен әрекеттесуі. Мысалы, магнийдің оттекпен әрекеттескенде жанады, магний от түзіледі. Мырышта H хлормен әрекеттескенде мырыш хлориді түзіліп, сутек газы түзілетін болады. Келесі бізде натрий хлормен әрекеттескенде, натрий хлормен әрекеттесіп ас тұзын түзіледі. Кәдімгі өзіміздің қолданып жүрген ас тұзы. Химиялық элемент қасиеттері оның табиғатына, атомдық құрылысына, периодтық жүйесіндегі орналасуына әрқашан байланысты болып табылады. Келесі ол бізде кішігірім сілтілік металдар жоғары химиялық белсенділікке ие. Сондықтан олар табиғатта бос күйінде емес, тек химиялық қосылыстар түрінде кездеседі. Ең көп таралған сілтілік металдарға натрий мен калий жатады. Натрий көбіне ас тұзы деген атпен белгілі натрий хлориді және натрий нитраты түрінде. Сондай-ақ құрамы күрделі көптеген минералдар түрінде де кездеседі. Калий болса, әдетте калий хлориді және калий нитраты түрінде кездеседі. Теңіз суының құрамында калий мен натрий иондар түрінде болады. Қалған сілтілік металдар аз ғана мөлшерде кездеседі және кең таралмаған. Францийді табиғатта табу мүмкін емес десе де болады, өйткені ол радиоактивті ыдырауға тез ұшырайды. Оның жартылай ыдырау периоды өте қысқа, жуықтап 21 минутқа тең. Францийдің өте аз мөлшерлері ядролық реакциялар арқылы жасанды жолмен алынған. Сілтілік металдар Келесі ол бізде элементтердің жіктелуі. Элементтер өзі үш топқа жіктеледі. Металдар, бейметалдар және инертті газдар. Металдардың сипаттамасына келетін болсақ, жылтыр, электр мен жылу өткізеді, иілгіш. Металдарға мысал ретінде темір
темір, купрум, яғни мыс, натрий жатады. Бейметалдар олар морт электр өткізбейді, яғни газдар болып келеді көбінде. Мысалы оттек, натрий, хлор және азот деген сияқты инертті газдарға химиялық реакцияда сирек түседі. Физикалық және химиялық қасиеттері. Бұл жерде бізде аудио бар, тыңдай кетсек. Физикалық және химиялық қасиеттері. Металдардың қасиеттері жылу мен электр тогын жақсы өткізеді. Иілгіш және созылғыш металдық жылтыры бар. Бейметалдардың қасиеттері газ немесе қатты күйде болады. Электр тогын өткізбейді. Химиялық реакцияларға белсенді қатысады. Мысалы реакцияларға бізде натрий мен хлор қосу, натрий хлор яғни ас тұзы түзіледі. Кәдімгі ішіп жүрген судың өзі химиялық реакция арқылы түзіледі. Сутек пен оттек арқылы су түзіледі. Келесі бізде химиялық 3D модельдерін көру. Мысалы литий мына жерде моделін қойыңыздар. Мына жерде көк элементтер. Осылай келесі. Химиялық элементтердің қолдануы мен қауіпсіздік ережелері. Химиялық элементтердің қолдануы. Химиялық элементтер адам өмірінде барлық саласында қолданылады. Олар өндіріс, медицина, ауыл шаруашылығы, энергетика және тұрмыстық рөлдерде үлкен рөл атқарады. Мысалы сутек отын ретінде аммиак алу үшін қолданылады. Оттек тыныс алу үшін және жану процесіне. Темір машиналар жасауға, құрылыс саласында, мыс электр шамдарында, кальций мысалы сүйектің құрамында кездеседі. Химиялық элементтермен заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік ережелері. Заттарды иіскеуде дәмін көруге болмайды. Иіскесек те алыстан көру керек. Химиялық тәжірибе кезінде көзілдірік пен қолғап кию керек. Зат төгіліп кетсе дереу мұғалімге хабарлау керек және салқын сумен жуу керек. Қышқылдар мен сілтілер теріге тисе судың астында бірден ұстау, яғни ол сіздің теріңізге арылу үшін салқын суда жуу керек болады. Металдар мен реактивтердің мұғалімнің рұқсатынсыз ұстау. Жұмыс соңында қолды сабынмен жуу, зертханада тамақ ішпеу және ойын ойнамау. Және кішігірім ойын болса. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасасақ, бүгін сабақ маған деген әдісі бойынша, мысалы, бүгінгі сабақта маған қызықты болды. Мен жаңа ақпарат білдім. Қандай жаңа ақпарат білдіңіздер? Және маған қиын болғаны, және келесі сабақта не білгілеріңіз келеді. Бағалау смайликтерін жіберсеңіздер болады. Барлығын түсіндім деген осындай смайлик болады. Аздап қиын және мүлдем түсінбедім. Баспалмаға әдісі бойынша түсіндім. Толығырақ түсінсем жақсы болар еді және түсінбедім деген сияқты. Сабақты қорытындылай келсек, химиялық элемент дегеніміз заттардың негізін құрайтын ең қарапайым бөлшек. Әр элемент өзінің қасиеті бар. Олар табиғатта, техникада, адам өмірінде маңызды рөл атқарады. Элементтердің қасиеттерін білу заттардың құрамын, олардың реакцияларын және табиғатта айналымдарын түсінуге мүмкіндік береді. Химияны меңгеру арқылы біз қоршаған ортаны технологиялық және өмірімізді жақсартуға үлес қоса аламыз. Келесі бізде үй тапсырмасы. Үй тапсырмасына бізде 8 сыныптың оқулығы, яғни өздеріңіздің оқулықтарыңыздан химиялық элемент және олардың қасиеттері арқылы қасиеттері деген тақырыптан қайталайсыздар. Әр элемент таңбасын, реттік номерін, қасиеттерін жазып кесте құру. Мысалы, оттек 8-ші номерде газ тыныс алуға қажет. Шығармашылық тапсырма менің таңдауым деп химиялық бір элемент аласыздар және кішкене ғана шағын іс жазасыздар. Мысалы, мен темір элемент таңдадым, өйткені ол адам өмірінде техникада кеңінен қолданылады. Мысалы, темір ол адамның қанында кездеседі. Және қосымша білімленд, YouTube сайттарынан беретін жүйе, химиялық элементтер деген тақырыпта видеолар қарасаңыздар болады. Және содан 3 қызықты мәлімет жазып келесіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.